Шу қаласындағы Жұлдыз жатақханасының тұрғындары ақыры өз баспаналарын заңды түрде рәсімдейтін болды. 10 жылдан астам уақыттан бері олар бұл құқыққа ие бола алмай мемлекет тарапынан көрсетілетін түрлі көмектен қағылып келген болатын. Тіпті олар аталған мекен-жай бойынша тіркелуге де қол жеткізе алмай келген еді. Соның салдарынан дәрігерлерге көріне алмай, балабақша кезегіне де тұру мұң болған. Тұрғындарға аудандық прокуратура көмекке келді. Қадағалаушы орган өкілдері мәселені қарап, жатақхана тұрғындарына пәтерлерді жеке меншікке шығару құқығы осыдан 5 жыл бұрын берілуі тиіс болғандығын анықтады. Бұл жатақханада негізінен әлеуметтік аз қамтылған көп балалы отбасылар мен мүгедектер тұрады. Бұл жатақханада негізінен әлеуметтік аз қамтылған көп балалы отбасылар мен мүгедектер тұрады. Тексеру нәтижесі бойынша біз Шу қаласы әкімдігіне ұсыныс жаздық. Содан сотта олардың құқықтары қалыпқа келтірілді. Енді олар тіркеуге тұрып, заңмен қарастырылған жеңілдіктерді алатын болады.